1598 жылы билік басына келген Есім хан 1580-1582 жылдары билік еткен Шығай ханның баласы Тәуекел ханның інісі еді. Ол зор денелі, мығым, күшті адам болған екен. Сол себепті оны еңсегей бойлы ер Есім деп атап кеткен. Талай жорықта ерен ерлігімен көзге түскен Есім ханның ерлігін жырлаған тарихи жырлар көп. Соның бірі 17 ғасырда шыққан еңсегей бойлы ер Есім атты тарихи жыр. Жырдың біздің заманымызға жеткен нұсқасы Ұлттық ғылым академиясының қолжазба қорында сақтаулы. 17 ғасырдың басында Қазақ хандығында ішкі саяси жағдай біршама тұрақтанғанымен, Есім ханға қарсы болған Түркістан өңіріндегі қарақалпақ тайпалары бас көтереді. 1605 жылы Есім хан бүлікті басып, қарақалпақтар Сырдарияның орта ағысын тастап кетуге мәжбүр болады. Есім ханға қарсы екінші бүлік 1613 жылы Ташкент билеушісі Тұрсын ханның Есім ханға қарсы шығуы болды. Тұрсын сұлтан өзін тәуелсіз хан деп жариялап, Ташкент қаласын хандықтың астанасы етті. Осылайша Қазақ хандығында бір уақытта қатарынан екі хан билік етті. 1627 жылы Есім хан ойраттарға қарсы жорыққа аттанады. Есім ханның жоқтығын пайдаланған Тұрсын хан Түркістанды басып алады. Тұрсынның бұл әрекеті қазақ руларының наразылығын тудырады. Ойраттарға жасалған жорықтан оралған Есім хан Сайрамсу өзенінің бойында Тұрсын ханның әскерін талқандайды. Осы шайқаста Тұрсын хан қаза табады. Есім хан Тұрсынды қолдаған Қатаған руын қатаң жазалайды. Бұл оқиға тарихта Қатаған қырғыны деген атпен қалды. Есім хан Моғолстанмен арақатынасты әулеттік некелесу арқылы реттейді. Өзі де біраз уақыт Шығыс Түркістанда болып, қазақтар мен моңғолдар арасындағы саяси одаққа және дара билікке қол жеткізеді. Ішкі талас тартысты пайдаланған Бұхар ханы бейбітшілік туралы келісімді бұзып, Қазақ хандығынан Ташкент, Сайрам, Әндіжан қалаларын қайтарып алу мақсатында жорыққа аттанады. 1603 жылғы Айғыр жардағы, 1611 жылғы Ташкент түбіндегі ірі шайқастарда Есім хан әскері жеңіске жетеді. Бұхар ханы Иманқұли шартқа отырып, Ташкент пен оның төңірегі түгелдей қазақтардың иелігіндегі жер екенін ресми түрде мойындайды. Осылайша өзін мойындатқан Есім хан екінші рет билікке келеді. Есім хан өзіне дейін көп өзгеріске ұшырай қоймаған Қасым ханның заңдарын іс жүзінде қолдануды қатаң талап етті. Қасым ханның қасқа жолы Есім ханның арқасында сол дәуірдің әскери, саяси және әлеуметтік қажеттіліктеріне, халықтың тұрмысы мен дәстүріне сәйкес жетілдірілді. Соның нәтижесінде халық арасында кеңінен тараған бұл заң Есім ханның құрметіне Есім ханның ескі жолы деп аталып, Тәуке ханның 7 жарғысына негіз болды. Есім хан ел билігін нығайту үшін қырғыздармен одақтасып, соның белгісі ретінде қырғыз билеушісі Көкімге арнап Ташкент қаласында күмбез салғызды. Көкімнің көк күмбезі аталатын ғимарат көршілес өзбек жерінде осы кезге дейін сақталған. Есім хан шамамен 1628 жылы Түркістанда қайтыс болады. Оның денесі Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің жанына жерленіп, қабірінің басына кішігірім кесене салынады. Есім ханның кесенесі Түркістан қаласында 17 ғасырдан сақталған көне архитектуралық ескерткіш саналады. Кесене Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің батыс мұнарасынан оңтүстікке қарай 12 метр жерде орналасқан. Атақты Қазыбек би бүтін билікке төле жеткен, бүтін хандыққа есім жеткен деп бекер айтпаған. Есім хан тұсында Қазақ хандығы Орта Азиядағы көшті мемлекеттің бірі болған.